Апам, тағы да қонақ шақырдыңыздар ма? Иә, атаң екеуміздің қосылғанымызға 50 жыл соған қонақ шақырып қойдық. Андағың не? Антистресс қой слайм. Антистресс слайм? Иә. Мынау қазақтың антистресі. Илейім. 15 квадратный метр обой жетіп қалатын шығар. Бір бөлмеге. Иә, оның ішінде жаңағы модный обой болса деп жатырмыз ғой. Сонан кейін ана залға бір люстра алатын шығар. Ата, залға ремонт жасайын деп жатсыз ба не? Иә, енді қонақ келейін деп жатыр. Кішігірім ремонт жасап қояйын деген ғой. Ата, неге осы ремонт жасайтын кезде всегда залға жасаймыз? Енді біздің үйдің астанасы зал ғой. Сондықтан жарқыратып қою керек та. Мақсаттың бөлмесі ше. Ода бір ретте Венеция болды ғой. Крышасынан су ақты. Сөйтті ма? Иә? Жаман болыпты, жаның ашты ма? Келе қояу, бәреке. Біздің ақылды қызды. Біз оғының осы биыл ғана бәріміз жабылып жарқыратып қойдық қой. Барлық ремонтын жасап, келесі жыл сенікін жасаймыз бөлмек. Вот, менікі. Менде әлі бір рет ремонт болмады. Енді ремонт жасайықшы? Жасаймыз. Не қайда? Мына өзі біздің қазақтан мақал бар. Қонағын құдайдай сыйлаған. Көрдің бе? Бар жақсыны қонаққа беру керек дейді. Қонақ келсе құт келді дейді. Көрдің бе? Вот, мен қызбын. Қазақта бір сөз бар. Қыз қонақ. Сен қонақ, мұна саған тартқан olsun. Дұрыс, осы биыл бәріміз жасап, осы қыздың бөлмесін жасаймыз. Иә, мен бөлмем жасаймын. Келе ғой жер. Мәге, Азат қайда жүр? Ол қойға кеткен жоқ па? Әлі келмеді ғой. Келмеді ма? Онда қазір білейін. Кеттік жер қызым. Алло, саламатсыз ба? Сағат 7-ге бронь жасап қойып едім. Мен кішкене кешіп келуім мүмкін, бірақ адам келсе отырғыза бересіз қой. Хорошо, сау болыңыз. Азаке? Оу. Чодан братан шақырдың ба? Иә, срочно мал базарға барда қой алып қойшы. Братан қойшы өзің барасаш? Өзім-ақ баратын едім мен. Срочно жұмыстарым шығып қалды да. Түсінсей сен де адам құсып. Не болып қалды? Бәрі тынышпай да көр. Анам, жеңген ғой, внимание жетіспей жатыр, анау мынау деп. Братан, романтикпін десей. Қандай романтик? Просто внимание жеткізе алмай жатырмын да. Внимание жеткізіп алсаң болды, 2-3 ай тып-тыныш жүресің. Миыңда тып-тыныш, бәрі жерің тып-тыныш болып жүреді. Братан, сонда не істейсіңдер оған? Не істеген үйленгенде көресің, түсіндің ба? Не істейсің болғанда? Не бересің дегенім ғой? Сол жұмыстан алып шығып, ресторанға апарып, жәмендеп, мынандай нәрсе беріп, мәз қылып жібермеймін ба? Романтик екенсің, братан сен. Романтик дей берме, түсіндің ба? Бар да тез-тез мал базарға барып, қой алып кел тезірек. Миымды аштып, үйтіп, бір нәрселерді айта берме маған, сөзге айналдырып, түсіндің ба? Все, давай, бар. Бол, баяндамасайым? Шуылда, короче. Братан, удачи, братан. Удачи, братан. Барш, жынды, мынау үйленгенмін ғой, мен просто романтический вечер ғой. Осы үйді салған кезде зал ана бөлме деді. Апа отырыңыз. Сол бөлме негіз маған ұнайтын. Жылы, терезесінен тау көрініп тұратын, білесіз ғой? Көрінісі жақсы еді жақтың. Көрінісі жақсы болсын, неге ауыстырып тастадыңыздар? Бірақ енді ауыстырғанымыз дұрыс болды. Өйткені о жақ кең былай. Не болды ғой енді бізге? Біз отбасымыз көбейіп жатқаннан кейін таршылық қылды ол бізге. Бірақ мына жақтың бір жақсы жері ауасы таза. Самал жел соғып тұрады. Сквозняк дейді ғой. Дегенменен сол бөлме маған қатты ұнайтын. Уютный сондай. Бірақ бір жақсы бар ғой, көршілерге жақындадық қой. Ана орыстың үйінде не болып жатқанын көріп отырасың. Мына жағында шешендер. Осы шалдың шығармайтыны жоқ қой, Әже? Шал демесеңізші, атақ бүлтірі естіледі ғой. Ануары та дейміз, әдемі естіледі. Біздің бүкіл көршілеріміз ата дейді ғой. Бүкіл көршілер ата дейді? Иә. Дұрыс. Бұл менің шалым. Шал демегенде не деймін енді?
Qımbattım. Canım. Toy, mına taq istемей қалды ата. Не қайда, Арман, сен ана қазір кейін далаға шығайық екеуміз, содан кейін сен антеннаны бұрап көрші бір. Бір жерінде замыкание бар ғой, соны әйтпесе істеп тұрған еді ғой. Сүйіктім. Үйлен ана, менің алтын қызым. Ай canım. Сүйіктім, антенаны жөндеп кел. Қойлар нешелен болады аға? 50.000 теңге. 50.000 теңгесіне сағы? Неменеге қымбат ол? Былай ғой, Dow Jones'тың индексі бойынша қазіргі котировкалардың позитивті көрсеткіші өзгеріп кетті. Ал былтырғы брендтағы мұнай маркаларының фьючерстері 2% өскен. Сондықтан стратегиялық резервтерді ашу спекулятивті түрде жүзеге асады. Осыған байланысты қой қымбаттап жатыр. Түсінікті ме? Аға, адамның тілмен түсіндіріңізші, не деп кеттіңіз? Дым түсінбей қалып қой. Срочно ақша керек болып жатыр, бауыр. Ой, айтпайсыз ба, сразу ақша керек болып жатыр. Аласың ба, алмайсың ба? Қазір аға. Мынаған сыймайды ғой. Блин. Аға, былай істейікші. Что там, Сергеич? Ануар ата, а вы не могли бы спутник свой поправить? А что там? Да хрень какая-то, телевизор вообще не показывал. Ей, Арман, мынаны шығып қарашы, мына бұрып көрші. Істемей тұр. Здрасте. Ага. Все? Ладно, он поправит, я пойду Да посмотрю. сейчас ага? сделай. Рахметов. Давай. Бісміллә. Ата, а чего Сергеевичтердің тарелкасы біздің ауыл алып тұр? Не в тему вообще? Ей, мынау жер биік космосқа жақын дейді. Космосқа жақын түсінесің ба? Сондықтан жақсы ұстайды дейді, да? Не қыласың оны жасап берсеші? Жоқ, просто да өзінің дворларында тұра берсе болады ғой. Тарелка. Ей, өзінің ауласына мұнара қойып жатыр, бірақ бітпей жатыр оған тарелка летіп. Тұра берсін, не қыласың бір? Жарайды. Ал бізге не пайда одан? Біз өзіміз солай келіскенбіз. Ол өзінің ақшасын төлеп жатыр. Нең бір онда? Солай келістік қой. Все, окей, все. Ануар ата! Оу, Ой, Ануар ата! Да что-то фигу он нам показывает. По-моему, специалистов надо вызывать. ладно, не беспокойся, я сейчас вызову. Алло, Тоқтар. Ай, мынау келіп көрсетпей жатыр ғой мына біздің телевизор. Сен көріп берсейші соны. Бос емессің ба? Кім қайнана? Талғат. Вызовтан ма? Айдын бар ғой, Айдын. Иә, онда Айдын жіберсеңші енді. Келіп мынаны біреу көріп дұрыстап берсін да. Жарайды, күтеміз, келіңдер. Жүрмей ма? Жүрсейші? Праваларын сатып алып, блин, қалай болса солай ё-моё. Алло, жүрсейші? Ё-моё, блин. Баран, что ли, за рулем? Блин, в натуре баран. Это... Уже не кем он? Ата, мен бос болсам бара берсем бола ма? Барма. Барма десем бармайсың ба? Бармайын. Онда бар. Рахмет, ата. Сізден өлтіресің мені. Ей, Жоқ, байқап жүрмейсің бе? Енді көзіңе қарасайшы өзің. Ойбай. Ойбай, ойбай. Ойбай. Мына. ойбай. Давай, чу. Давай, Давай, как он... Давай, давай. Чу. О!
Әмина, Ау, бергеш құлыным. не болды? Ана Ләйләні шақыршы маған көмектессін. Апау, Ау. на посудаларды не үшін шығардыңыз? Қонақтарға солардың алдарында әдемі болып тұрсын деп. Неге осы посудаларды біз вообще қолданбаймыз? Ана жерде залда күнде лекар саттай тұрады. Біз вообще бір рет қолданған жоқ. Ой, құлыным, ақылдым менің, ақылдым. Тұрыс айтасың. Біз бар ғой қазақтар қонақ үшін өмір сүреміз. Тағамның дәмдісінде, ыдыс-аяқтың әдемілерінде, бәрін солар үшін. Бар жүгір. Ләйләні шақыршы. Түк түсінбеймін. Осы күшті заттардың бүкіл қонаққа, дәмді заттарды қонаққа, қашан өзіміз үшін өмір сүреміз? Шынымен. Біз қашан өзіміз үшін өмір сүреміз, а? Привет. Азат, ты где ходишь? Я уже тебя 2 часа жду. Пробка. Не могу. Сюрприз. Не сюрприз ол да, аяқ асты. Көзің жұмсай. Азат, Көзің жұмсай. қойшы Азат. Жұмысы деймін. Азат, Шум. хорошо. Та-да. Аша бер. Очень красиво. Өзін таңдадың. Прям 12 карат па? 12 карат. Мен үшін таңдадың ба? Саған арнап таңдадым. Ты у меня самый лучший. Азат, сен сюрприз жасамай ақ қойшы, а? Жұмыстан шақырып алып істегенің осы ма? Ты сейчас прикалываешься? А? Рахмет ата. Сізді өлтіре салың мені. Ей, Елкі, байқап жүрмейсің бе? Көзіңе қарасайшы өзің. Я тағы қандай отмазкаң бар? Жоқ, просто... Сен осы даже сюрприздің өзін жасай алмайсың ғой. Осы жаққа келіп демала қояйын десем, ол да жоқ. Үйде де демалыс жоқ, жұмыста да демалыс жоқ. Қарағым-ай, қиылып қарадың. О, су әкелдің ба? Иә. Жарайсың. Міне көріп ал. Шекті қалай тазалайтын. Құй. Тағы. О, жеті. Міне. Апа, Ау. сіз атамен қалай таныстыңыз? Атаңмен бе? Атаңмен жас кезде танысқанбыз. Атаң анау комбинатта жұмыс жасады. Бойы ұзын, әдемі жігіт болды ғой атаң. Маған танысайық деп артымнан қалмай қойды. Мен таныспайын деймін. Ақырында бәрібір танысып тынды ғой. Сонда вообще ұрысқан жоқсыздар ма? Жоқ, енді отбасы болғаннан кейін кейде ұрысамыз, сосын кішкентай ғана. Ақырында қайтадан татуласамыз. Сіз аттау сюрприз жасамайды деп ойлайсыз ба? Ой, атаңда қайдағы сюрприз, мына үйді ремонттаймын деп өзі шаршап жүр. Ой. Мынау не? Сақина? Атаң сюрприз шығар? Қайдағы атаңның сюрпризі дейсің, құдай. Неге? Ата романтик қой? Әй,
Атаңның сүрприз мен романтикасын көрмегелі қай заман 30 жыл болды ғой. Бірақ атаң жақсы, Ей, жаным. Үлкендердің романтикасы қызық екен. Сақинаны шек қарының ішіне салып берген күшті болды ғой. Қызығы? Ана жоғарыға шықта киіміңді ауыстыр, бар жүгір. Бар. Ей, шағым. Ай, қандай қозың, Ей, Аллахым, жынсың ба? 40 жыл сенен жаңағы сыйлық күттім ғой. Бүгін сен маған сыйлық сыйлапсың. Ой, Ай, жастық шақты еске түсіріп, 71-ші жылға қарамайсың ба мінекей? Міне. Қандай тамаша. Мені қатты қуанттың ғой. Енді еркек адам болғаннан кейін енді анда-санда әйел адамды былай қуанып тұру керек қой. Жаным. Содан Қандай тамаша? Әдемі жарасты. Ата! Кішкене. Ой, кім? Не? Не, Сақина көрген жоқсыздар ма? Сақина. Жоқ, сен көрген жоқсың ба Сақина? Жоқ, ой. Міне, атаң маған Сақина сыйлады. Ана шектің ішінде салып жіберіпті. Сәл кішілеу. Кереметтен күшті. Молодец, ата. Иә. Жай. Тоқтай тұршы енді. Балалардан кел. Тағы бір сөз айтайын. Ей! Мынау қуып кеткен бе еді? Ей! Мынаған бірдеңе көрінген шығар. Тентек пе? Ой!